Шынайы әдемі саундтрек кейінірек DreamWorks бағдарламасына ресми және бейресми негізгі тақырыбы және ашылу тақырыбы болды. Ол Мадагаскар мен Би-мувиде ойнады және тағы басқа мультфильмдерде. Жила-была прекрасная принцесса. Увы, она стала жертвой злых чар. Многие храбрые рыцари стремились освободить ее из узилища. Поверил. Канонды түсіндіру үшін де басты кейіпкерін оның ертегілерімен қарама-қатынасымен таныстыру үшін де оқиғаны бастаудың ақылды, жақсы тәсілі. 1 минуттан аз уақыт және барлығы көрермендерге түсінікті. Ожидая поцелуя своего суженого. Мультфильмнің аяқталуына нәзік, бірақ шынайы сілтеме. Ата-аңызға айналған Smash Mouth All-Star әні. Шрек. Аниматорлар графикалық фонды жасау үшін ерінбеді. Әу бастан-ақ бізге Шрек қарапайым огырларға қарағанда адамгершілігі мол екен меңзейді. Гигиена ерекше болса да, кескіндеме сияқты тек интеллектуалды жандарға ғана тән. Разыскивается злой великан. Шрек бұл белгіні өзі үшін емес, басқалар үшін жасады. Оның аумағына кіргенде адамдар зардап шекпеу үшін. Егжей-тегжейге назар аударыңыз. Ол кезде электр қуатының жоқтығынан бөлмелер нашар жарықтандырылды. Және сол себепті адамдар жоспар құру үшін көшеге шықты. Адам табиғатының жақсы көрсетілімі және адамдар өз мақсаттарына жету үшін белгіленген қауіпсіздік шараларына қарсы тұруға дайын. Өйткені мұның барлығы экологиялық проблемалармен ортақ нәрсе. Бұл адамдардың қолдарына алау алып жүру бекер емес. Давят из глазных яблок сок. В жару очень освежает. Назад! DreamWorks-ның ерекше батыл шешімі. Мультфильмнің басты кейіпкерін бәрі жақсы көретін сүйкімді кейіпкер емес, ең жақсы кейіпкерден алыс, қорқынышты огырды жасау. Және бәріміз білетіндей бұл сәтті болды. Клетка слишком тихо. Нет, я не кукла. Я ребенок. Он летит. Болтать может. Осы ертегілерінің бәрі жазылған және кроссоверлер туралы ешкім ойламаған уақытта Шрек бізге балалар ертегілерінің кейіпкерлерін бір ғаламда көру мүмкіндігін береді. Эй, ты! Великан! Аниматорлар рыцарьлардың қару-жарақ үлгілері бойынша көп жұмыс істеді. Тіпті тізбекті ставкалары да орнында. Енді көрермендер дастархан басындағы этикет ережелері туралы көбірек біледі. Что вы забыли на болоте? Что вы позабыли в моем доме? Потише. Дохлой девки здесь не место. Что вы забыли на болоте? Нас сюда сослали. Но кто? Лорд Фаркуат. Я быстро схожу к Фаркуаду, и тогда вас живенько разгонят по вашим домам. Клёво, ты меня порадовал. Қақтығыс ең қызықты әрекеттерін біріне әкеледі. Ал басты кейіпкердің жайлылық аймағынан кету туралы шешімдері мәңгі өзекті тақырып болып табылады. А посвистеть? Нет. А помурлать? Валяй, Мурлыч. Жалғасына символдық сілтеме атап айтқанда етіктегі мысықтың пайда болуы. Свет мой зеркальце, скажи, я ли на свете всех милей из великих королей? Шрек сюжетіне жақсы сәйкес келетін тағы бір ертегі кейіпкері. Это значит замок лорда Фаркуада. Любопытно, какие у него комплексы. Үлкендерге арналған әзіл. Справочная! Добро пожаловать в Дюлок.
Бүкіл фильмдегі ең керемет әндердің бірі. Мен сауда орталықтарында осындай машиналар болу үшін көп нәрсені берер едім. Бокс рингтері, фотостендтер, турникеттер, мұның бәрі осындай жеңіл, қызықты, жылы атмосфераны жасайды. Өйткені мультфильм ертегілері әлеміне таныс заманауи нәрселерді аздап жобалайды. Бұл DreamWorks-ның ерекше жеке тәсілі, және ол ерекше. Держись! Шректің сол астын барлығын жеңетін көрінісі өнердің жеке түрі. К твоему сведению, великаны не так просты, как кажется. Великаны как луковицы. Воняют? Да нет, лук многослойн. Ты усек? Мы многослойные. Тіпті огр мен есек арасындағы диалог Голливудтың жартысынан әлде қайда жақсы жазылған. Должен тебе признаться в том, что ослы устроены проще. Мұндай сәттерде сіз кейбір фонның қолмен салынғанын байқамайсыз. Аниматорлар барын салды, ештеңе айта алмайсың. Шрек, я посмотрел. Пусти меня, пусти. Мы прошли уже половину. Но та половина проверена. Нет, Шрек, я сейчас умру, Шрек, я уже... Прибыли, осел. Уже все. Қорқынышпен күресудің жақсы үлгісі, енді сіз көбірек білесіз. Шрек саған жаман ештеңе үйретпейді. Принцесса в самой высокой из башен замка. Откуда тебе известно? В книжке прочитал. Шрек тағы да жақсы үлгі көрсетеді. Кітап оқысан көп нәрсені білесің. О, какие зубки! Шрек! Бұл мен білетін мультфильмдердің ішіндегі ең қызықты махаббат желісі, және ол тіпті сюжетте роль ойнайды. Аниматорлар барлық кейіпкерлердің үлгілері бойынша көп жұмыс жасады. Оларды сөзбе-сөз шынайы ету 2000-дық үшін өте қиын міндет. Речь вовсе не о том. Тағы да бір қызықты деталь, тіпті пасхалка, айдаһардың рецепті кітабы, яғни оның ақылды айдаһар екенін түсінуге болады. Ең жақсы көріністер үшін тағы бір артықшылық. Айдаһар сияқты күшті жаудың жеңудің тамаша идеясы. Күштің теңгерімсіздігімен қаншалықты ақылды оңай жеңе алатыныңыздың мысалы. Ты тролль? Ждала принца на белом коне. Ну, в общем-то, да. Ақырында әдеттегідей көрінетін ертегіге арналған типтік емес сюжет. Ақбозат рыцарь емес, классикалық сүйіспеншілік емес. Сонымен қатар олар суық жүректе айлакер ханзада туралы әдеттегі емес оқиғаны жасау үшін батыл қадам жасауға шешім қабылдағанын айтады. Шын мәнінде Шрек бәріне тренд орнатты. Осыны біліңіз. Созвездие — это Тробок. Единственный великан, переплюнувший 3 поля. Предскажи будущее по звездам. Звезды не гадалки, а сказители. Вон, это блоднот-вонючка, а вон там охотники убегают от смрада. Смотри, вот он. Не гони, это просто кучка звезд. Шрек бізге астрономияға деген сүйіспеншілігін көрсетеді. Твоя проблема, что ты имеешь против мира? Проблема вовсе не во мне. Она в окружающих, в самом мире. Не успев узнать, судят обо мне. Одному спокойнее. Шректің мағынасы біз ойлағаннан әлде қайда тереңірек екен. Вон та большая светящаяся блямба, да? Это луна. Тағы бір тамаша көріністердің бірі. Аниматорлар тіпті кейіпкерлердің ізін жасаған. Она хотела принцессу! Ослик, я принцесса.
Я Фиона. Ты Шрек? Пожалуй, вы споетесь. Шрек? Посмотри на меня, ослик. Можно ли полюбить столь ужасного монстра? Принцесса и уродство несовместимы. Я не могу остаться со Шреком. Сөздердегі тамаша ойын. Фионаның өзін-өзі сынау Шрек пен Фионаның аралас қарым-қатынасына жақсы сәйкес келеді. Сондықтан ыңғайсыздық пен түсінбеушілік болды. Я слышал вас ночью. Ты все слышал? Каждое слово. А завтра свадьба. Нет. Зачем ждать? Поженимся сегодня. Раз вы такие приятели, топал бы за этой дурой. Шрек, я... Шректің ішкі әлемін қалай бұзылғанын тамаша визуализациясы. Және біз оның сынған шағылуынан көреміз. Сонымен бірге біз бәріміз бір үйде, бір жерде сынған айна бар екенін білдік. Оны кіріспеден көрдік. Мұндай елеусіз сюжеттік дайындық. И мен янь. Бір қарағанда үйлесімсіз, бірақ іс жүзінде бір-біріне арналған контрасттардың көрінісі. Прости, не успел приладить ремни безопасности. Содан кейін DreamWorks Айдаһарды қалай үйрету керек деген мультфильмді ойлап тапты. Благоговейная тишина. Үкіметтің қалай және не істеу керектігін көрсету арқылы халықтың пікіріне қалай әсер ететін әзіл ретінде көрсетті. Она стала жертвой злых чар, разрушить которые мог лишь первый поцелуй любви. Красотка днем, в ночи урод. Я тебя люблю. Покуда поцелуй любви, вид истинный вернет. Вид истинный вернет. Да, почему я не прекрасна? Ты необыкновенная. Категориядағы сюжеттік бұрмалау. Мен мұндай аяқталуды күтпедім, бірақ басқа аяқталу мүмкін емес еді. Шынында да сүйіспеншіліктің сүйісі шынайы пішінді қайтарады. Фионаны құлыптан құтқарып Айдаһарды жеңген құтқарушы Шрек болды. Бұл нағыз Фионаның пайда болуы әу бастан огрлардың бейнесі екенін білдіреді.